Құрметті оқушым, бұл өте қызық. Мәтін есеп берілгені мынадай. Бір бай жұмыскеріне 30 күндік еңбегіне 90 мың теңге және шапан беруге уәде етті. Яғни, ол 30 күн жұмыс істесе 90 мың теңге қосылған шапан алатын еді. Бірақ жұмыскері 3 күннен кейін жұмыстан шығып кетіп, еңбек жасаған уақытына шапан алды. 3 күн жұмыс жасаған үшін ол шапан алды. Шапанның құнын анықтаңыз. Енді мұқият ойланамыз. Біз білеміз, мына жерде былай шығаруға болады. Шапан ол 3 күндік еңбегі. Келсеміз, шапанның құны ол 3 күндік еңбегінің құнына тең. Өйткені 3 күн жұмыс жасады, шапан алды. Енді 30 күндік еңбегі неге тең? Ойланып көрейік. 30 күндік еңбегі, тіпті мына теңдеусіз осылай сөзбен шығаруға болады. Ол 90 мың теңге қосылған шапан. Шапан. Енді бізден сұрап тұр. Шапанның құнын анықтаңыз. Сондықтан біз білеміз, 3 күндік еңбегі ол бір шапан болса, 30 күндік еңбегі неше шапан болар еді? Ол 10 шапанға тең. Дұрыс қой. 3 күндік еңбегі бір шапан, демек 30 күндік 10 есе артық 10 шапанға тең. Сонда осылай жазамыз. Мынадай теңдеу шығара салуға болады. 10 шапан тең 90 мың теңге қосылған бір шапан ш. Сонда мына шапанды шыны сол жаққа минус ш деп жібереміз. 10 шапаннан бір шапанды азайтқан кезде 9 шапан тең 90 мың теңге тұрады екен. 9 шапан 90 мың теңге тұрса, бір шапан қанша тұрады? 90 мыңды 9-ға бөлеміз. 10 мың теңге. Бұл шапанның құны. Жауабы Б болады екен.